Ошол кызлен қазақтың балдары кіммен ойнаймыз деп тұр екен. Ойнайтын бір қарсылас керек қой. Сөйтсе мына Өзбекстаннан келіпті өзбектер. Ол енді Өзбекстандан өзбектерменен біз футболда ата жаумыз негізінде. Баяғыда Пақтоқырмен Қайрат ойнағанда жаға жыртылып кететін еді ғой. Өздеріңіз білесіздер. Сол өзбектер келіпті, бізден басқа ешкім ойнамайсыңдармен. Біз ойнаймыз деп. Сонымен бәрін жинап Балуан стадионында таңғы салқынменен, шілденің кезі екен енді. Таңғы салқынменен ойнап тастайық деп сағат 10-ға шақыртты. 10-ға жиналған стадион толып тұр дейді. Диктордың дауысы шығып, Өзбектің ұлттық құрама командасы келатыр деп. 11 өзбек ала тақиясын киіп алған. Қол жүректе былай. Олар осылай жүреді ғой, постоянно скотчпен жастық қоймады біле. Сөйтіп 11 кеп тұр дейді бүйтіп. Сосын қазақтың ұлттық құрама командасы деп біраз күтіпті шықпады енді аналар. 10-15 минут күткен екен айтыпты, хабар беріңдер, не болмады? Олар жоқ па деп. Сөйтсе басы айтты, бар, ойбай. Просто кешігіп жатыр енді олар, басы жиналмай жатыр, кешігіп жатыр. Біз де өз сөйтеміз ғой, жаңағы бүгін 7-те деп еді, 20 адамнан бастады ғой. Сосын бір 20 минуттан кейін келді деп, футболисттер келді, шықсын деп. Диктор айқайлап, ойбай келе жатыр қазақтың ұлттық құрама командасы. Мынандай бір есіктен кіреді бұл, футболисттер білесіздер ғой, бәрі сондай. Сөйтсе ол есіктен кіріп келе жатқан жоқ дейді біздің балдар. Үшке бөлініп алған, үш есіктен, үш жақтан келе жатыр дейді. Сосын ана футбол кетіп өз нөмірлік қояды, білесіздер ғой. Соның бәрін келісіп тағып алған дейді жаңа балдардың бәрі. Ана бір крутой нөмірлер болады. 10, 11, 9 деген. Пеле, Марадоно, Рональдино тағатындар да. Сол крутой нөмірді ұлы жүздің балдары тағып алған дейді ана жерде. Крутой болып келе жатыр дейді оларда. Сосын ана кіші нөмір, орта нөмір 8, 7, 6, 5 деген орта нөмірді орта жүздің балдары тағып алған дейді. Сосын 4, 3, 2 деген кіші нөмірді кіші жүздің балдары тағып алып, 10 шығыпты, 10. Біреу жоқ. Ана бір деген нөмір жоқ. Қақпашының нөмірі ғой енді. Енді бәріміз есіктің алдында доп тептік, бізде қалай болады еді баяғыда өзі. Қақпаға бір көз ұйтар, біреуді қойып қойып қойсын. Бір қазақ тақпайды дейді ана бірді. Жоқ. Сонымен шалдар бір ұстап жүреді, бүйтіп бәрі ұстап жүргеннен кейін қожаға кетті. Қожа келсең қазақ болып кеттің осы күнде депті. Мына бір тағып ала салсайшы десе, болды тақсын тағып алайын деп, ол бейшара 11 болып тұр дейді. Сөйтіп нөмір таратып жүргенде сағат 11 болған ғой енді. Ал енді допты бастайық дегенде, мына жақтан қазақтар жаңа шалдар ат жүр. Бастаған не істеп? Бас, тәрбиесіздер. Бастамаймыз ба біз? Сөйлемейміз ба біз? Артынан бата бермейміз ба біз? Шапан қайда жаңағы деп айтады. Шапан ат береміз деп айтқан ғой бірақ шалдар. Сонымен тұрып атты, ойбай, сөйлесін, бізде сондай деп, өзбектерді жолға тынышталдырып, жаңа крутой нөмірден бір шал шығып, бір сағат сөйлеп тұрып атты не жерде. Ол біте бергенде жаңа орта нөмірдің де шалы бар ғой. Ол бір сағат біте бергенде кіші нөмірден бір шал, бәрі бітірген, сағат бізді где-то 2 болып енді ана жерде. Ал енді бастаймыз дей бергенде, ана бірді тағып алған қожа бүйтеп тұрыпты, отырыңдар депті, бәрі отырыңдар. Мен енді Құран оқимын енді деп айтады. Сосын ана өзбектер ашыланып кетті, онда басталады футбол әлі тұр. Сосын айтты, саған мешітті бұл саған әңгелесін. Сен нағымаймыз деді, бастамаймыз, бұл не болды деп. Сөйтті ана тұрыпты, қожа ашыланып, кәпір депті аналар, кәпір. Әр уақыт сыйламайсың, қаймайсың. Мен жүрмешін депті, бұл Құранның аяқ жағымен ана баяғыда киікте авиакатастрофада қайтыс болған Пақтоқордың да әруағына бақша жіберейді басын. Ойбай деп өзбектер отырып қалған. Сағат где-то 4:30-да бітіріпті енді. Өзбекті Пақтоқордың 22-сінің бәрін атын айтып, өзбектер оған жаңағы әруақ ырза болсын, ақша бер, қарап жүрме, ақша жүрді ол. Сомали енді бастаймыз деп. Допталып тепсе, енді тиінді айналдырады. Қазақтар жағы бастап қапты. Доптал қазақтың баласы төгіп келатыр дейді, алдап. Бермейді дейді. Қақпаға келгенде енді өзбектерде тірі жан, esas өзбек қоршап тұр дейді ананы. Бірақ ана ой қақсап бермей, ой қақсап дейді. Міне қақпаға бір қазақтың өзі келіп қап, пас деп. Пас берсе гол болады енді, ярына енді. Пас, бүкіл халық стадионда қазақтар. Пас бер,
Vermeyin dedi. Oy buna ne? Oy ne yaptırmayın versene. Oy gol olsa verse vermeyin beni. Oy sen ol kanat ben dolattım demedi. Sodan yani şaldардың bari ayqайлайды ғой. Ey жүзге бөлгенін жүзі құйсын, қойсай ұруды қойсай айналайын. Ей абырой болсын да берсей деп. Мен оған пас бергенше деп анау. Болат пас бергенше деп аутқа теуіп жүрейін мына допты деп аутқа. Айдылаға теуіп жүрген ғой. Сөйтсе өзбектер жағасы ұстап жүрді. Біз кіммен футбол ойнап жатырмыз? Өздеріне бермейді, бізге бермейді. Бұл қандай футбол? Сөйтсе орта нөмір тағып алғандар ол полияға әшейін шықпаған екен дейді. Қалталарында бір қалам, бір карандаш, бір тетрадь. Полияның шетіне отырып алып арыз жазып отыр дейді. Анау ананың адамы, мынау мынаның адамы, ананың кришасы анау, ананың ұруы мынау, ұрып жатыр дейді. Қазақтарды бітіріп өзбектер жазып жатыр дейді. Сосын өзбектің біреуге қойсай дейді. Қойсай не қызық десе, біздің тірлік осы деп та, жоласаң болды миыңды ашып жүреміз айылдайсың бар. Сонымен ауыттан допталып алып өзбектер төгіп қалатыр дейді, енді олар алады да. Сөйтсе өте үйімшіл екен бейшаралар. Пастардың бәрі әка ука. Аттарын айтпайды ғой олар, әка ука. Оқа деп келатыр дейді. Сөйтіп анау сызықтан центрден асып, біздің қақпаға қарай келатыр дейді өзбек бейшаралар. Сол кезде кіші нөмір тағып алғандар. Күтті дейді, ашуланып дейді. Шекелері шибарып тұрып отырған дейді. Осы олар өз сирек күлетін қалып қой дейді. Қолдарында бір найза, бір қылыш, мылтық бәрін 5 қаруын астына баған дейді. Жақындай берсе найза баркет барана бар өте. Қылышпенен шыбындар тура жібереді деп. Допты аспанда жіберсе пистолет атып тұр деп. Шыбын өттейді мына қарай. Қазақтарды да қуып өтті. Орта нөмірді арыз деп сылтыға тезеді. Жолама деп құдағыра, жолама. Сол қазақтар айтады, өзіміз не болып саған дейді ғой. Кірпішін жүрмектен білмеймін деп. Ондай нәрсе түсінмеймін, жағым дейді де, бұл білмеймін. Ата бабадан қалған дәстүр, қорға деді ме қорғау керек болды баста. Шаруа жоқ менде деп тұрмын. Енді ана доп домалақ, бұлай жүреді, сөйтіп жүргенде бір қазақтың баласының кім шалғаны білмейді әйтеуір, шалынып құлап әйтеуір, штрафной тебетін болып қаппыз. Ойбай, штрафной. Бүкіл қазақ жылу жинап жүр дейді. Сөйтіп барып өзбектің қақпашысына кезіп жатырған құсайды енді. Бір-екі жеті айдың жігіттерін жіберіп, кезістіріп жатыр дейді. Олар өзбектермен қатты сөйлеседі ғой негізінде. Барып кезіп, осындай. Бірінші голды біз соғуымыз керек болады деп. Бірінші абыройды алайық. Сосын қанша соқсаңдар да қақпаны ашып қойсаңдар жерде. Мына $1 миллион, мына екі қап тұр, қақпаңның артында. Гол болады, аласын кете бересің деп. Жарайды деп. Sonra тебетін баланың өзі шақыртқан ғой. Біреуді шығарып деп, дереу соны сіз тебіңіз деп. Ол тебетін баланың өзінің бір аяғынан ұзын ба, бір екен өзі. Сояң еткен, бір секунд уақытта 20 метр қисып кетті анау. Енді өзбектің аты өзбек енді, қарашы. Сол кетіп баратқан допты қағып алып қақпасына кірісіп қойыпты. Тұр дейді. $1 миллион ішінен өте ма, я? Сөйді гол, қазақтар жеңді, бірден үзіліс. 10 минут үзіліс. Сөйтті жа өзбектер 10 минутта өрік мейізін жеп, кішкене нағылып, көк шайын ішіп келіп, тұр дейді. Тағы жоқ ана біздің қазақтар. Күте тұрындар депті, бұлар да боқпалар, енді кәске ақпалар деп. 15-20 минут күткен екен, біреу жібетті, біреу жіберіп, басай! Не бұл ұят болды ғой деп. Кешкі сағат 6. Екінші тайм әлі басылған жоқ. Сөйтіп барса, қазақтар банкет жасап жатыр дейді ғой. Пырт, тола, қазы-қарта, арақ шарап, гол соққан баланы жуып жатыр да. Әңгіме де сұмдық. Шығып алып мақтап жатыр дейді. Бұның жеті-атасының өзі бір сояғында осында гол соққыш болған ғой деп, жоңғарларға, қалмақтарға, қытайларға гол соға беретін тұғы деп. Шыңында да бәрін шығарып, ұяқтауды, футбол баста көріп. Сөйтіп барса, уже бәрі кетіп қалған. Өзбекте кетіп қалған ашуланып. Кешкі 6:30 әлі екінші тайм басылған жоқ, таңертең 10-нан бері. Сөйтіп анау гол соққан баланы іздейді ғой бір енді. Суретке түседі. Сөйтіп ол жоқ дейді.
Уже bir депутат болуға өзін ұсынып, сөйтіп бізбен футбол ойнамайды екен содан бері. Сөйтіп қазір басқа ұлтты араластыратынымыз сол. Оны қойып негр араластыратын болғанбыз қазір. Бұл енді бұл жазып отқан, айтып отқан әңгімем, сол 91 жылы тәуелсіздік алған кезде, осы Жарылқасынның жазған футболдан репортаж деген әзіл әңгімесі еді. Соны мен орындайтын болып қалдым да.